қанша мемлекетке жалпы оқушылар жіберіп жатсыз? Сол 7 мемлекеттен жаңағы Польшаға, университеттерге студенттер жібергенбіз. Бала сабақты жақсы оқып, беспен оқыса, жалпы тегін оқуға мүмкіндік бар ма? Тек қана Польша емес, басқа мемлекеттер болсын. Бөтен мемлекет сенің балаңды неге тегін оқытады? Ал егер мысалы сіздің жалпы қызметіңіз бағасы қанша тұрады? Біздің қызметіміз қымбат емес. Ал егер виза балаға бермей қалса, бір белгілі жағдайлар болады, ондай жағдай ақшаны қайтарып беру жалпы мүмкіндік бар ма? Бізде виза алмаған бала жоқ. Оқуға барғысы келген, бірақ олардың шын ниеттері оқу емес еді. Жұмысқа кетіп қаламыз деген ілініп кетсек, қанша айттым, ондай болмайды. Сізде баға өзгер ме? Егер ата-анамен бірге баратын болса, немесе бала жеке барады десе, жалпы баға жоқ, ата-анаға тегін жасап беремін. Тегін жасап бересіз. Бұл өте жақсы жағдай екен. Балама ақшаны аямаймын дейді, мысалы ата-ана болса, жалпы жағдай жақсы, қай мемлекеттің жалпы барғаны дұрыс дейсіз, білім сапасы, және өзіңіз сол мемлекетке жалпы жібере аласыз. Бір оқуды бітіру үшін сізде енді 120-140 мың доллар болу керек. Бұл тек қана оқудың ақшасы. 80 емес 90% Қазақстанда ондай ата-аналарда ондай ақша жоқ. Егер де анасы ұнамайды, мынасы ұнамайды болса, енді әркімге ұнауы мүмкін емес. Ата-ана болғаннан кейін баласын уайымдайды ғой, жалпы қауіпсіз жерде болса екен дейді. Мысалы қазір Еуропаның көптеген мемлекетінде жалпы иммиграция жағынан проблема болғандықтан кейбір мемлекеттер мысалы қауіпсіздік жағынан төмен болып бара жатыр да. Өзімше Польша қазір қауіпсіздік жағынан жақсырақ деп ойлаймын. Польша бір жау мемлекет ретінде көрсетілген. Польшаны түсіндіргенде адамдар кішкене сескеніп, сондай түсінбейді. Тағы Еуропаның бір ең жақсы жері, сізде егер Еуропаның визасы болса, Еуропаның кез келген мемлекетін аралға, соны жаңағы айтып өткен Польша, Словакия болсын, соның визаларымен кез келген мемлекетке барып көре аласыз. Әрине ол жерде өмір қиын. Негізі Қазақстанда да жақсы. Сіз енді тек студент виза ғана беріп жатсыз, қазір жалпы туристік визада жасайсыз ба әлде жоқ? Тек студенттермен ғана? Маған бұл жай бизнес емес. Оқимыз деп барады да, бірақ басқа мәселесімен кіріп кетеді, жаңағы сұр трафикпен кетіп қалады. Қазақтар тек қана қара жұмысқа емес, білімді балалар болсын. Әрине қара жұмысты көбісі жасай алады. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Жалпы өзім Польшада оқыдым, өздеріңіз білетіндей. Соны Польшаға түсіп, жалпы оқуға көмектескен кісіден бүгін жалпы сұхбат алайын деп тұрмын. Осы кісінің арқасында Польшаға оқуға түсіп, жалпы көп көмек тиді. Қазірде де өзі агентствосы бар, шетелге жалпы балаларды оқуға жібереді. Өзіңіз бір танысып өтсеңіз енді. Рахмет. Менің есімім Нұрлан, фамилиям Тұрсынбек. Польша мемлекетіне 2012 жылдан бері біраз уақыт болып қапты. Біраз студенттер жіберетін тәжірибеміз бар. Соның арқасында кезінде сені де жіберіп, танысқаныма өте қуаныштымын. Осылай хабарға шақырғанына да ризамын. Жалпы қазір енді қанша мемлекетке жалпы оқушылар жіберіп жатсыз? Қанша мемлекетке болғанда негізгі мақсатымыз, енді кішкене тарихқа келсек, менде бір мемлекеттің санын артын қуу деген жағдай жана жоқ. Енді әр адамның өзінің бір стратегиясы бар, қалай жұмысты көреді. Мен 10 мемлекетке жіберетін адамға қарағанда бір мемлекетте бірінші орын болатын сондай стратегия жасаған басынан. Бұл қай тұрғыда, мысалы, ең басынан, мысалы, Польша мемлекетіне жіберсек, біз мысалы осы нарыққа Қазақстаннан болсын, Қырғызстан болсын, басқа мемлекеттерден болса, біз ең көп студент жіберетін мекеме болайық деген сондай ниетпен бастаған жұмыс еді. Ол кезінде 2012 жылы бір университеттермен келісім жасап, сол кезде бір енді кішкене жаста болдық па, бірақ біраз сол жылдары көп шулатып, біраз әрекет жасаппыз. Жаңа жұмысты бастаған кезде тек қана Қазақстан емес, 7 мемлекетті қосып, сол 7 мемлекеттен жаңа Польшаға, университеттерге студенттер жібергенбіз. Қазір қарап жатсақ, Польша қай тұрғыдан басқа мемлекеттермен салыстырғанда, енді басқа мемлекеттерде бар, ешқандай жоқ, бірақ презентация жасайсың, адамдарға түсіндіресің, адамдар түсінеді да. Бізде бір проблема бар, қай тұрғыдан, негізі қоғамда Польшаны Қазақстанда өте көп тани бермейді. Ол шыны. Өкінішке орай, енді Құдайға шүкір, қазір бізде ақпараттық қауіпсіздік бар. Осы жылдан бастап көптеген Ресей арналарын жабылып жатыр. Ол неге бұл мәселе өте өзекті? Өйткені біз ресейлік ақпарат құралдарын жаңағы соның астында жүрген адам болғаннан кейін бізде Польша бір жау мемлекет ретінде көрсетілген. Жаңа қоғамда Польша десең, ой, это ж поляки дейді, бірдеңке дейді. Енді шынайы кедей мемлекет деп көрсетілген. Бірдеңке солай. Өйткені енді білесіздер, тарихи Ресей мен Польша арасында жаңа енді кішкене тарихи дұрыс емес. Соған бізді де ой санамыз соған енді бұл жайдан жай айтып жатқан жоқ, өйткені ұзақ уақыт жұмыс істеп жатырмыз. Жаңағы адамдарға басында Польшаны түсіндіргенде адамдар кішкене сескеніп, сондай түсінбейді.
содан кейін түсіндірген, мынандай мемлекет екен. Европаның ортасындағы экономикасы үздік 5 үштікке кіретін мемлекет, логистикасы қандай, басқасы қарағанда жұмыстар, мынандай компаниялар бар деген кезде деп кішкене ойлары өзгереді. Сол тұрғыдан әрине ойымды жинақтағанда басқа мемлекеттермен салыстырғанда жаңағы енді адам мысалы келеді ғой, мысалы мен Европаға түскім келеді дейді. Мысалы біз ұсынамыз, мынау мемлекет бер, мынау мемлекет, 3-4 мемлекет ұсынғанда бәрі талдап келгенде көбісі енді 90% сол Польшамен тоқтайды. Енді қай тұрғыдан ағылшын тілінде оқыған келсе. Өйткені Польша қазіргі заманда олар кезінде ағылшын тілдік программаларды ең мықты қойған мемлекеттердің бірі. Қазір қарап жатсаңыз, басқа елдер енді осы жобаларды бастап жатыр, олар 90-шы жылдардан бастап көптеген жеке университеттер ағылшын тілдік программаларды енгізген, және де қазір Польшада енді кем дегенде 30-40 университетте керемет ағылшын тілдік программалар бар. Ағылшындық программа деген ол не? Ол университетте жай ғана біз программа ашылу емес, ол толыққанды жаңағы дайын болу керек та университет, жаңағы профессор, кітап, басқа мәселесімен жаңағы сондай лицензия алу үшін. Демек сізде қазір Еуропа дегенде көбінесе сол Польша жағын ыңғайлы дейсіз, баға жағынан? Өйткені енді Қазақстанның ахуалыма бір жағынан ойлаймын, бұл енді адамға байланысты, ортаға байланысты. Мен мүмкін араласатын адамдарым ба сондай жаңағы мүмкін тым бай адамдарының қатарында адамдармен араласпаймын ба, бірақ көбісі маған хабарласатын адамдардың көбісі жаңағы сол 10-20 мың евро жылына жаңағы сол әр адамның өз бюджеттік анасы бар ғой, сол қатарында жаңағы сол қатарында ақша табатын адамдардың қатарында, сондықтан оларға әрине қолайлы. Өйткені басқа да елдер бар. Бұл мәселе тек қана Польшаны мақтау емес. Мен мына жақта ашқым келгені, егер сіз ағылшын тілінде оқығыңыз келсе. Әрине, басқа мемлекеттерде де бар, мысалы Чехия бар, Словакия бар, басқа мемлекеттерде тегінде оқуға болады. Ол жерде тегін оқуға болады, бірақ ол сіз сол елдердің тілінде оқисыз. Бірақ біз әрине міндетті түрде менің жеке мақсатым балаларды қазіргі өкінішке орай мәселе балалар тек қана шетелге жіберу ғой, қалай болса да ақшасын ұстап қалып, клиент келді деп. Жоқ, менің ондай еш анауым жоқ. Әрине, жұмыс болғаннан кейін бір пайдасын көресің, бірақ мәселе одан емес. Ең бастысы бұл баланың болашағы. Мен міндетті түрде әрине балаға түсіндіруге тырысам. Мүмкіндігі болса, әрине ағылшын тілінде оқы. Жаңағы әрине сен бар Чехияда оқисың, кішкентай Чехия, Словакияда оқисың. Словакия деген не, 3-4 миллион халқы бар мемлекет. Сол барасын, соны бір жыл тілін оқисың, 3 жыл тілінде оқисың, содан жарайды бітірерсің. Содан кейін не істейсің словак тілін деймін да. Кішкене be global дейді ғой, кішкене жаһандық ойлану керек қой. Ағылшын тілінде оқыңдар, кішкене 20-25% қымбатырақ болады. Кішкене қиналу керек, әр адам кішкене салу керек өзіне, кішкене. Бірақ құдай берса, оның жемісі де болады. Лагер Еуропаның ішінде мысалы ақша мәселе емес, жалпы балама ақшаны аямаймын дейді, мысалы ата-ана болса, жалпы жағдай жақсы, қай мемлекеттің жалпы барғаны дұрыс дейсіз, білім сапасы, және өзіңіз сол мемлекетке жалпы жібере аласыз? Әрине, Ұлыбритания, Австрия, Германия. Сіз осы 3 мемлекетке де жібере аласыз? Иә, әрине. Жалпы фирмаңыздың аты қандай, жалпы айтып өтсеңіз? Біздің фирманың аты Go Study Go. Негізгі басты фирманың аты Edu Poland болатын, жаңағы тек қана Польшамен шұғылдану. Edu Poland деген Education in Poland, жаңағы Польшада білім алу. Бірақ уақыт өте әрине заманда бір анада тұрмайды. Көптеген басқа мемлекеттерден сұраныс болғаннан кейін біз жан-жақты қарастырдық. Әр мемлекеттерде серіктестерді қарастырып, жаңағы біз енді жібергенде, мемлекетпен істегенде міндетті түрде ол жақтан бізде бір тұрақты серіктес болу керек. Тұрақты серіктес деген сол жақта біздің партнерымыз бүкіл жағдай балаға көмектесіп жағдайын жасайтын адам болу керек. Жаңағы алып жібере сала ондай мәселе жоқ. Солай қарап енді Германия, Австрия, Италия ол бір бөлек, Англия ол басқа, және енді қазір қоғамда соңғы жылдары өте әйгілі болған енді бізде Түркия бағыты бар. Бірақ өкінішке орай, енді жаңа өзімізді жеке сөйлесіп жатқан кезде түсіндіруге жатқаным, соңғы өкінішке орай Түркияның инфляция, басқа да экономикалық мәселесі бойынша Түркия қазір онша қызықты емес. Енді Түркия әрине елімізге ыстық мемлекет, қай тұрғыдан енді біз бұрыннан Түркияны жақсы көреміз. Түркия енді
туыс бауырлас халық біріншіден, екіншіден визасыз жаңа ұшып кететін халық, ел. Бірақ өкінішке орай ішкі саясатымыз араласа алмаймыз, оған ішінде айта алмаймыз, бірақ өте қымбат ел болып кетті. Және де шыны керек, бір жыл оқып келген балалар өте жаңағы ойланады да, жалғастырайын ба, жалғастырмайын ба, басқа елге мүмкін ауысайын ба деген. Демек, Түркияны таңдағаның орнына Еуропа таңдаған. Мен оларға да түсіндірем. Әрине Түркияда біз жіберетін университеттер ол халықаралық университеттер, бірақ оны да түсіндіреміз. Ол университеттердің бағалары шыны керек Европаның бағаларынан қымбат болмаса арзан емес. Шын. Және де мен айтам, біз арқылы көптеген түрк азаматтар Европаға барады. Мен айтам, түрк азаматтардың өздері Түркияда қалмай Европаға баратса, сендер Түркияны не істейсіңдер деймін да. Польшада да көп түрк жүр. Иә, соны да түсіндіргім келеді. Қай тұрғыдан Түркия бізге құдайға шүкір ашық мемлекет, дос мемлекет. Қалаған уақытта Түркияға бара аласың. Түркия мен Қазақстан жақсы. Барасың, оқимын дейсің ба, қыдырам дейсің ба, бизнес жасаймын дейсің ба, үй алам дейсің ба, Түркия ашық мемлекет Қазақстанға. Бұл тұрғыдан Европа ондай ашық емес. Сондықтан сенде европалық білім болса, европалық диплом болса, ол саған сол нарықты ашатын бір кілттердің бірі да. Сол бір үлкен құлып қой, соны құлыпты ашатын бір кілттің бір тәсілі да. Жалпы тағы Еуропаның бір ең жақсы жері, сізде егер Еуропаның визасы болса, Еуропаның кез келген мемлекетін аралға, соны жаңағы айтып өткен Польша, Словакия болсын, соның визаларымен кез келген мемлекетке барып көре аласыз. Енді Ұлыбританияға түсіп жатса, енді өкінішке орай онымен енді басқа мемлекетке бара алмайды, өйткені Ұлыбритания Евросоюзда жоқ, оның визасы жарамайды Евросоюзға. Енді Ұлыбританияның енді ол басқа енді мен өзімше мемлекеттер бір санаттарға бөлемін. Ұлыбритания сол ең жоғары санаттарды мемлекеттердің қатарындағы мемлекет. Жыл оқу ақшасы қанша тұрды ол жерде жалпы, егер аямайым десе баласының ақшасын беремін? Фунтпен есептеледі. Енді фунтпен есептелгенде ол жерде ең бір орташа бағдарламалар 16-20 мың фунт тұрады. Ол енді қымбат мемлекет. Теңгемен шаққанда білмейсіз бе? Енді қазір дұрыс болмайды ау, сіздерде мынандай жақта информация есептеп қоя салыңыздар. Енді бізде мынандай бар ғой, сен фунт сияқтысың дейді, адамдарды өте сирек көргенде фунтты сирек көреміз ғой. Қымбат валюта болғаннан кейін сондай. Ал жалпы жаңа айтып өткен Еуропада сол Германия дедіңіз, Австрия дедіңіз, Италиядан, оларда жыл оқу бағалары қанша тұрады? Оларды түсіндіріп кетейін. Сонымен қатар ақш-та бар. ақш-та бар. Бірақ мына жерде мынандай да программа. Екі жағынан түсіндіріп кетейін. ақш енді саясатқа да кеткім келмейді. Бірақ өкінішке орай соңғы жылда енді білесіздер, ақш-тың саясаты мүлдем өзгеріп кетті. Енді басқа басшы келді, жаңағы студенттерге деген мәселе мүлдем өзгеріп кетті бір. Екіншіден, ақш-та да оқу бағдарламасы өте қымбат. Енді жетіп жатса, әрине жібере аламыз. Бірақ ол жерде бір орташа бағдарламалар 25-30 мың доллар жылы. Ол орташа бір даже кішкене соның өзінде соған бір кішкене жеңілдік береді. Бір жақсы университеттерде 45-35 мың доллар тұрады бір жыл оқуыңыз. Оған әрине сіз жылдық бір скидка аласыз, басқа аласыз. Бұл мысалы Европаның ақшасымен салыстыруға келмейді. Қай тұрғыдан енді бұл үлкен білім бизнесі деп есептеймін өзім. Мысалы бір оқуды бітіру үшін сізде енді 120-140 мың доллар болу керек. Бұл тек қана оқудың ақшасы. Ойлап қараңыз, артынан есептей беріңіз. Әрине, университет сіздерге жеке бір талантыңыз үшін, басқасы үшін скидка береді. Бір 25% скидка беру мүмкін, немесе бір жылдың скидкасын беру мүмкін, бірақ қалған 3 жылдың ақшасын бәрібір төлейсіздер. Ол тұрғыдан әрине, егер де сіз ол ақшаны төлей алсаңыздар, мен сіз үшін өте қуаныштымын. Сіз Қазақстанда да басқа мемлекеттерде проблемамыз жоқ, бірақ өкінішке орай енді 80 емес 90% Қазақстанда ондай ата-аналарда ондай ақша жоқ. Мен әңгіменің ашығын айтайық, чтобы адамдар түсінік болды. Біз Польша дейміз, басқа дейміз, санмен сөйлесейік. Бір сомаларды айттық, Британияны айттық, қанша тұрады, Американы айттық. Польшада ағылшын тілінде оқу үшін шамамен 2900 евро жылы.
бір жылдық оқу 2900 евро. Америкадағы айтып отқан бағамыз 25-30 мың доллар емес, бір жылы 2900 евро. Енді айырмашылық 10%. енді адам түсінетін адам түсінеді. Егер де анасы ұнамайды, мынасы ұнамайды болса, енді әркімге ұнау мүмкін емес. Бұл жағдайда демек былай бөлініп тұр ғой, элита мына жақ, орташа немесе ондай енді сен Европада жүргеннен кейін сен түсінесің ғой. Ол тек қана бұл ішкі қазақстандық ішкі комплекс және түсінік. Ол жақта ондай жоқ. Мысалы бізде мынандай да проблема бар. Мемлекеттік емес оқу орындары бізде мысалы тек қана мемлекеттік болсын, біз түсіндіреміз. Қандай университет болсын, ол жерде ең бастысы диплом. Диплом беріп жатқан мемлекет. Польша саған диплом берсе, сен ол дипломмен оны саған айтпа, сен мемлекеттік университетті оқыдың ба, жеке университетті оқыдың ба деген мәселе болмайды. Мәселе сол да. Мәселе олар оқу сапасына кепіл береді. Және берген құжатқа кепіл береді. Сен ол құжатпен жаңа айтқандай көп мүмкіндіктің ашылады. Қазіргі енді басқа заман келе жатыр, жастар максимально жаһан глобальный болу керек. Қазақстандықтар, мен бұрын ойлайтынмын, мысалы кинодан көресің, басқадан көресің, басқа мемлекеттерге шығасың, қай жаққа барса, үнді бар, Қытай бар, басқасы бар, түріктер бар. Қазақтар неге жоқ деймін да, неге қазақтар сондай орта құрмайды. Бір жағынан қазақтар тек қана қара жұмысқа емес, білімді балалар болсын. Әрине қара жұмысты көбісі жасай алады. Қара жұмыс емес, Қазақстан бір сапалы сондай қоғам құрса, сол Европада сондай мықты сапалы орталар құрса, қазақтар тартса, қай жақсы тұрғыдан ғой, білімді қазақтар болса, әрине жақсы. Енді Еуропада жалпы ата-ана болғаннан кейін баласын уайымдайды ғой, жалпы қауіпсіз жерде болса екен дейді. Мысалы қазір Еуропаның көптеген мемлекетінде жалпы иммиграция жағынан проблема болғандықтан кейбір мемлекеттер мысалы қауіпсіздік жағынан төмен болып бара жатыр да. Сіздің ойыңызша жалпы адам оқуға жіберіп жатса, Еуропада көп болдыңыз. Мен де болдым, енді мен өзімше Польша қазір қауіпсіздік жағынан жақсырақ деп ойлаймын. Сіздің ойыңыз жағынан қай мемлекет жалпы қауіпсіз? Балам тек оқуға барып, жұмысын немесе үйінде. Бұл жағынан Польша керемет ел. Бұл ешқандай анау емес. Польша дейсіз. Польша керемет ел, жаңа Европаның өзінің статистикалар бар. Қауіпсіздік мемлекеттердің қатарында, ең жоғары мемлекеттердің қатарында Польша. Ол да енді бәрібір саясатқа да араласқан келмейді. Енді ол ұлттық саясаты, олар мигрант мәселесін түбегейлі шешті. Олар басынан айтты, біз ешқандай мигрант алмаймыз. Қай тұрғыдан? Бізге келетін адамдар жұмыс істейді. Жұмыс істейді, Польшаға келдіңдер дейді. Жұмыс істемесеңдер, жаңағы Германия, басқа мемлекеттерді білесіз, пособие дейді, солай алып жатыр. Мысалы, барасын, ұяласын. Мен өзім мысалы Франкфуртта жүрген кезде шыны керек, қай тұрғыдан бір ұялатын сезім, қай тұрғыдан тек қана мұсылмандар бір төмен жағдайда жүреді. Бір жаман жүрекке тиетін бір сондай бір сезім. Сен де бір үміттенсің, енді қазір үміттенсің, бірақ енді жарайды, ол мәселе, ол бөлек мәселе, бірақ қандай бір сапасыз анау болып кеткенбіз дегенде, қай тұрғыдан, сол тұрғыдан әрине білімді болсан, басқа болсан, ондай болмаушы еді. Жаңағы көптеген енді мигранттар жаңағы жеңіл мәселесін ғана қарастырып жатыр, жаңағы барып Европа жаңағы енді қалыптасты. Жаңағы былай қарағанда Европа, былай қарасаң, әдемі бір алма бақта, жан-жақпен қоршап қойған, бәрі жаңа шеттен жүріп, сол алмаларға қызығады. Сол алмалар жегісі келеді. Қалай болса да сол баққа түскісі келеді. Тек мықтылар ғана келеді. Жаңа қалай жесе де ішіне түссе сол біледі да, сол бақта алмаға тоятын. Әрине ол жерде өмір қиын. Негізі Қазақстанда да жақсы. Қазір түсініп жатсың ғой. Бірақ Европа не дегенмен адам өзі таңдайды, қай тұрғыдан жаңағы өмір өте тез өтіп жатыр, өзен дейді. Мысалы кейбіреулер, мысалы егер адамда ой болса, шетелге барам десе, ол нақты сонда шешім келсе жасау керек та. Мысалы кейбіреулер соғыс болып, бірдеңке болады, анау мысалы қозғалмай қалады да. Мысалы былай қарасақ 14-ші жылы жаңағы Крым болды, есіңізде ма, Украинаға бірінші шабуыл жасады. Сол кезде мысалы қандай содан өтті, мысалы көп балалар жібермеді. Мен айттым, соғыс ол бола береді, мысалы сендер бара беріңдер. Өмір тоқтамайды, жалғастыра беріңдер. Кім қалды, кім қалмады, ничего, бәрі оқыды,
сол жылдардан бастап қанша бала жібердік, оқыды, бітірді. Кейін ковид болды. Ковид мәселесімен қаншама шақырды, иә. Ол да өтті. Содан кейін қазіргі 22-ші жылғы соғыс басталды. Ол да өтеді, құдай бұйырса. Басқа да ол бізге қарамайды енді. Ол жаһандық мәселелер бізге қарамайды. Біз сол жаңалықты артынан жүре берсек, өріміз бір әр кеткен жастық деген бір 15-20 жылдық анау өтіп кетеді да, болды, кейін бір оқи алмай қаласың. Сол тұрғыдан әрине міндетті түрде мүмкіндік болса шетелде, басқа мемлекеттерде оқуға тырысу керек. Сіз енді тек студент виза ғана беріп жатса, қазір жалпы туристік визада жасайсыз ба әлде жоқ? Тек студенттермен ғана? Негізгі мәселе менде қазір енді нарық мәселе мынасын ғой. Бұл бизнес емес та, қайсызге дұрыстап түсіндірейін. Маған бұл жай бизнес емес. Виза жасаймын десеңіз, фирма көп. Оқуға жіберемін десең, адам да көп. Қазір құдайға шүкір, заман басқа, интернет заманы, бәрінде телефон. Қалай жасаймын десе, бәрі негізі оңай да. Бірақ мен үшін бұл аманат мәселесі. Қай тұрғыдан? Адамның өмірі дейсіз. Адамның өмірі аманат. Маған бір адамды жіберсем де, сол адамды сонына дейін ойлаймын. Қалай екен, бала орналасса, өйткені ол алғашқы қадамдардың бірі. Өзім де ата-анамын, мысалы да. Егер де мысалы жай виза жасағың келеді десе, біз проблема, онда көмектесеміз ғой, ол жасалатын бір шаруа. Бірақ оған көп уақыт өткізбейміз да. Нақты мысалы баланы шетелге жіберуге дайындаймыз. Елді таңдаймыз, басқасын таңдаймыз, программасын таңдаймыз. Егер де ағылшын тілі басқа проблема болса, сол мәселесін шешуге тырысамыз. Документтер мәселесін шешеміз, нострификация мәселесін шешеміз. Эссе басқа мәселе. Қазір білесіздер, былтырдан бастап Польшада, енді Польшаны жалғастырайық. Польшада, мысалы, Польшаның өзінде, мысалы, қазір оқуға түсу мәселесі, мысалы, кішкене өзгертті. Мысалы, олар емтихандарды қосты, міндетті түрде, мысалы, бұрын болмайтын шартта, мысалы, шетелдік азаматтар міндетті түрде емтиханнан кіреді. Қиындатып жатыр бір сөз айтқанда. Иә, өйткені олар да түсініп жатыр. Қазір жаңағы біз айтып жатқан жаңағы Европаны жаңағы бақ ретінде көрсеттік қой. Олар да түсінді, көбісі жаңағы білім арқылы кіріп алады, шыққысы келмейді, немесе көбісі оқимыз деп барады, бірақ басқа мәселесімен кіріп кетеді, жаңағы сұр трафикпен кетіп қалады. Сондықтан олар да кішкене қауіпсіз мәселесін жаңағы келістіріп, не істеді? Максимально нақты оқуға баратын бала ғана керек. Ол үшін не керек? Жаңағы тіл мәселесі бар, басқасы бар, бірақ міндетті түрде емтихандарды тапсыру керек. Содан кейін емтихан ағылшын тілінде. Ағылшын тілінде, немесе поляк тілінде, иә, ол бағдарламаға байланысты. Ол мысалы сіз психологияға барсаңыз, математика, биология тапсырасыз. Мысалы менеджментке, немесе финансияға барсаңыз, алгебра, сондай. Сол жерде қазір бал қалай, ол жерде қалай есептеледі жалпы бал? Бал болғанда енді әр университеттің өз жүйесі бар. Оларға да жеңіл болған жоқ. Өйткені оларға бірінші шілде күні жаңа жарты жыл ғана дайындық берді, соны енгізу үшін. Бірақ бәрі енгізілді. Әр университет сол университеттің емтихандарын бәрін енгізді. Бірақ қатты былтырғы емтихандар қатты қиын болмаған жоқ. Былай айтқанда минимальный балл 5 ең жоғары болса, сол 3 минус алу керек сол емтиханнан өту үшін. Бірақ қатты қиын емес. Бірақ ол әрине ол бір стипендияға алатын бал емес, бірақ ол түсуге мүмкіндік береді. Жаңа айтып өткендей, жалпы ағылшын тілінде, поляк тілінде оқиды дейсіз. Жалпы кейін бала сабақты жақсы оқып, 5-пен оқыса, жалпы тегін оқуға мүмкіндік бар ма? Тек қана Польша емес, басқа мемлекеттер болсын. Мәселе мынандай. Басқа мемлекеттерді алсақ, негізі Европада, Европа өзімен өзі білесін, өзі бай ауқатты ел қатарында, оларда көбінесе білімнен ақша алу деген мәселесі жоқ. Егер де сен сол тілінде оқысан, мысалы, Германияда немісше оқысан, көбісі тегін. Чехияда чешше оқысан, тегін. Олар мәселе ол емес. Олардың мәселесі, ең бастысы, адам өз-өзіне ақшасы жеткілікті болу мәселесі. Жаңағы мемлекетке ешқандай қосымша салмақ түсіру мәселесі. Мысалы, Германияға барсан, минимальный жаңағы өзінің ақшам болуың керек, қандай сумма, жаңағы
білесің, карт-блок деген бар, жаңағы счетыңды блоктайды. Бұл не үшін? 13 мың евродай сенде міндетті түрде мемлекет ұстап тұрады. Бұл қай тұрғыдан стипендия сетінде саған беріп тұрады. Жаңағы олар кепілдік, сен мысалы ақшасы қалмайсың. Оқуға түсетін кезде сіздің счетыңызда ақша болу керек, 13 мың. Иә, ол басқа, ол счетты олар блоктап тастайды. Ол счеттан блоктап тастайды да, саған стипендия сияқты өз ақшаңды беріп тұрады. Өз ақшаны қайтарып беріп отыр. Иә, оларға, өйткені оларға басты кепіл ол емес. Олар там мәселе айтып отырмын ғой, олар бір қатты оқудан ақша. Мысалы, Италияда көп программалар тегін. Ағылшын тілдік программа, жаңағы Италия өз тіліндегі программалар тегін. Мәселе сол да. Басқа Францияда да тура солдай. Францияда бар айтпақшы. Францияға оқимын десең, біз келесің, бізде Марсельде, Страсбургда жаңағы курстар бар, курстан өтесің, B2-ді аласың, оқуға түсіріп береміз. Мәселе жаңағы французша оқисың, итальянша оқисың, мәселе сол да, немісше оқисың. Жалпы бұл жерде тағы бір айтып өтетін негіз білім туралы айтып өттім, бірақ саясат туралы айтып өтейік. Олардың өз тілдерін дәстүрлен бір айтқанда дәріптеп жатыр. Тегін мысалы шетел азаматы келіп оқимын десе, олардың тілдерінде ол тегін. Ол өз тілін дамытып жатыр. Өйткені олар аз халық қой, Еуропада шекара жоқ, тілін дәстүрін ұмытпас үшін басқа адамдарға осылай тегінді жасап қойған. Өте жақсы. Бұл әрине, бұл енді мемлекеттер, енді басқа мемлекет болған, кішкене геополитикалық саясатынан кішкене басқаша ойлайтын мемлекеттер. Тұрғыдан оларға әрине өз ықпалдығы керек. Түркияда түркше оқысаң да енді тегін деуге де болады. Негізі, бірақ енді қатты қымбат емес. Польшада полякша оқысаң да қатты қымбат емес. Енді қазақстандық ақшаға салыстырсаң, мысалы, өте арзан. Енді Европада оқисың. Мәселе сол да. Ал бірақ мына жерде мынандай айтқым келгені, оқу жаңа мемлекеттер қатты десе, жаңағы егер сен мемлекеттік университеттерде оқысаң, ол бәрі оқудың ақшасын мемлекет төлеп береді. Бірақ сен стипендия ала алмасаң, сенде міндетті түрде жаңа сол мемлекетте болу үшін ақшаң болу керек. Мәселе сол. Егер де мысалы Германияда сенде жылына 15-17 мың евродан аз ақшаң болса, меніңше бұл мемлекеттер қарастырмаған дұрыс. Австрияда болсын. Әрине, бұл тағы да айтқым келгені, бізге өкінішке орай, адам шындықты өте ұнатпайды, жылтырға қатты жабысады. Бізде өкінішке орай қазір интернет болсын, Инстаграм болсын, 3-4 жыл болды, қатты былай айтады, агрессивный маркетинг болып жатыр. Шетел білімін агрессивный маркетингі. Ашық болсаң, саған аузына тегін салып жатыр. Тегін бар, тегін стипендия, тегін грант. Содан кейін тегін дейді да, соның жылын аяғында ата-аналар жабылап звондайды. Анаған беріп едік, алдап кетті. Мынаған беріп едік, Кореяға жіберейік дедік, алдап кетті. Көп та адамдар тегін, мен оларға былай айтамын, жеке пікірім әрине. Бөтен мемлекет сенің балаңды неге тегін оқытады? Шын ғой. Басқа енді адам кішкене ойлану керек қой. Қай тұрғыдан тым жеңілдетіп тастаған. Қиыны да жоқ, бірақ тым оғанда бір жеңіл қарауға болмайды. Шетелге барып оқу, ол баланың өмірі. Баланың өмірі біл. Адамда ол бір жеңіл нәрсе сияқты қарауға болмайды. Адам соған жеңіл қараса, оны бағаламайды да. Жаңағы кейбір балалар, бізге бір түсетін балаларға да бар, енді балада бес саусақ бірдей емес деген, 3-4 бір мықты бала болса, 1-2 болады әрине. Оларға айтамын, мен мәселем сені оқуға түсіру, мен түсіріп беремін. Виза, мен көмектесемін, бірақ әрі қарай оқи аласың, оқи алмайсың, сен жеке шаруаң, оған біз араласпаймыз, бірақ мынау шаруаны қарасам оқи алмайсың ау деймін да. Солай 1-2 жылдан кейін мамасы папасы ондайды, бала оқудан шығып кетті, жаңағы көмектесесіз ба, жаңағы деканатқа жазасыз ба, сөйлесесіз ба, сол мәселеде. Сондықтан әрине бәріміз қалаймыз, балаларымыз сондай бір жаңағы жетілген болса, жаңағы ойлары басқа піскен сондай бала болу керек деп ойлаймын. Негізі шетелге барса, сондай болса, өздеріне де проблема болмайды. Жалпы сіздің қызметіңіз бойынша, демек сіз виза жасап шетелге оқуға түсіріп бересіз болды. Ар жағына күтіп алу, ол жалпы сіздің қызметіңізде жоқ қой, бір сөзбен айтқанда? Ол қызметті біз қосымша бере аламыз, бірақ ол негізі қызметке кірмейді. Неге? Өйткені ол енді әр адамның өз талғамы бар. Ол жақта енді біз мәселе мынандай да, тәжірибемен келген, жаңағы айтады ғой, ыстық сүтті жаңағы
ішіп жаңағы еріндерін күйдіріп алып содан кейін сондай мәселелер ғой. Бір оқиға айтып берейін. Бір ретте ата аналар шулап, енді әрине әр ата ана уайымдайды өз баласына. Бізге міндетті түрде жатақхана болу керек деп біз бір университетпен келісіп, алдын ала 2 ай бұрын жатақханаға толығымен резерв алған жатақханаға балалар келіп, енді басында суреті де енді біз көрсетесің ғой, суретін көрсетесің, жатақханасы мынандай болады, мынандай болады. Балалар келеді, бір автобус бала келеді да, бір күннен кейін бәрі шығып кетеді жатақхана. Жоқ, ұнамайды, басқа жер сау аламыз. Жатақхана бізге ренжіп, біз сіздер үшін 2 айдан жатақхана ұстап тұрдық қойды. Сондай да мәселелер болған. Сондықтан әр адам, айттым 5 саусақ бірдей емес, әр адамның әртүрлі жаңағы қажеттілігі. Мысалы, маған қызыл ұнаса, біреу қара ұнайды, біреу айтады мен жеке тұрғым келеді, біреу айтады мен мүлдем жатақхананы ұнатпаймын дейді. Сондықтан әрине бұл қосымша сервис. Сондықтан алдымен біз әрине балаларға айтамыз, түсіндіреміз, бұл мәселені қазіргі заманда оңай өздерінде шешіп алулары болады. Қазақстаннан да отырып, қарастырып, қалай жасауға болатынын бәрі түсіндіреміз. Егер де экстра бір нәрсе керек болса, сол жақта сервисный компанияларды сіздерге берейік. Бірақ олардың мақсаты тез ғана сіздердің мәселелерді шешіп кетіп қалу да. Одан қарағанда жаңағы өздеріңіз қарап, таңдап, мына жақтан алсаңыз, енді меніңше біраз ақша үнемдейсіздер ау. Виза жалпы уақыты қанша алады? Жалпы бір бар ма? Ең тез жасалатын мемлекет уақыты немесе енді ұзақ жасалатын мемлекет? Бұл мемлекеттерге байланысты. Мемлекеттерде жаңағы бөлінеді. Бір мемлекеттерде визовый центрлар жасайды. Жаңағы мемлекеттер жаңағы кандидатпен тікелей сөйлеспейді. Олар тек қана визовый центр бүкіл мәселесін бітіреді. Ал бір мемлекеттерде міндетті түрде визаға жаңағы апликант өзі ғана тапсыру керек. Басқа адамнан алмайды. Сондай енді ол мемлекеттерге байланысты. Күту уақыты қанша болды? Визаға шамамен 3 жаңағы жоспарланған сапардан 3 айға дейін беруге болады. Демек оқу күзде басталады, жазға дейін бала бастап кетеді. Оқу күзде басталса, күзде дегенде бізде көбісі ойлайды, мысалы, оқу жаңағы бірінші қыркүйек, енді дұрыс қой, біз қалыпта жаңағы балалар мектепке барады. Ол жерде оқу қазаннан басталады. Бірінші қазаннан шетелдіктер где-то 10-15-нен бастайды. Сол шілде, тамызда тапсырса, сол қазанға таман визалар бұйырса шығады. Ал егер мысалы сіздің жалпы қызметіңіз бағасы қанша тұрады? Бөліне ме, қалай соны айтып өтсеңіз. Біздің енді қазір мен бұл бағдарлама қашан шығатынын білмеймін. Қай тұрғыдан кішкене бір жылдан кейін көреді ма, бұл қаншама актуалдық нәрсе болады. Бірақ біздің қызметіміз қымбат емес. Шынайы қымбат емес. Кейбір кезде мен ойлаймын, бұл қызмет үшін енді көпті ақша алу да қажет емес, бірақ тым арзанда жасамау керек. Өйткені бір баламен 1 жылдай жұмыс істейсің. Мәселе нарықты зерттедік, басқасын зерттедік, маған бәрі кеңес берді. Бағаны көтер деген кеңес берді. Өйткені біздің бағамыз жылдар бойы өте арзан болды. Өте арзан болды. Неге маған айтады, өткенде мен бұл тұрғыдан, қай тұрғыдан керісінше балаларға көмек болсын деп, қиналмасын. Олар айтады, кішкене арзанның құны жоқ дейді. Бүкіл жасап жатқан жұмысының құны адамды көре алмайды дейді. Тура біз жасап жатқан шала-пала лақтырып жатыр. Мысалы, мәселе мынандай ғой. Адамдармен сөйлесесің ғой, басқа компанияларға барған, жаңағы лақтырып кеткен қанша сөйледі десе, бағаларын естісең таң қаласың ғой. Құдай, соншама өзін ойлайсың ғой, қаншама осы бизнесте жүрген екен, соншама ұялмай осыншама ақша сұрайды ма дейсің да, мысалы. Енді ол жерде сумма миллионнан кететін суммалар ғой. Таң қаласың. Өкінішке орай, енді нарықта алсақ, нарықта айтайық, нарықта бұл бағалар шамамен минимальный 500 мыңнан басталады нарықта, где-то 2,5 миллионға дейін. Мемлекетке байланысты, ол орташа баға. Біздің бағамыз 400-600 мыңның арасында. Бұл бәрі оранан ең төменгі анаумен келе жатырмыз.
ал егер виза балаға бермей қалса бір белгілі жағдайлар болады ғой, ондай жағдай ол ақшаны қайтарып беру жалпы мүмкіндік бар ма, қалай? Ол контрактта бар, ақшаның бір бөлігін ғана қайтарамыз. Неге? Өйткені әңгіменің ашығы, біз олай қорқытпай қояйық. Мәселе, бізде виза алмаған бала жоқ. Мәселе содан бастайық. Біз айттым ғой, әр баламен істемейміз. Менің тәжірибемде осы 14 жылдың ішінде виза алмаған енді 5 бала болған шығар, алмаған. Бірақ таза оқумен виза алмаған баланың саны 3-4 болуы мүмкін. Көбісі жаңағы бір қыз, жақсы қыз, Тәжікстанның қызы еді. Біз оларға басынан айттық, жаңағы визамен проблема болуы мүмкін, қай тұрғыдан жас үлкен. Біз айттық, бәрі жақсы, бірақ жасыңыз үлкен. Еуропа қорқады дейсіз, то, что оқумен келіп қалып қалады, жасы үлкен, оларда былай ешқай жерде көрсетілмеген, бірақ біз енді университеттермен жақсы жұмыс істейміз ғой. Университеттер маған айтады, Нұрлан, жасы мысалы бакалавр болса 22-ден асырмаңдаршы дейді. Бакалавр, магистратура болса 27-ден асырмаңдаршы дейді. Онда ресми қағаз жоқ болса да, олар біледі, олар айтады, бізде пограничниктермен жаңа проблема болады дейді. Ол ресми емес, бірақ олар да біледі ғой, мысалы. Егер сіз енді оқуды бітірсеңіз, сіз идеальный кандидатсыз, қай тұрғыдан. Мен балаларға айтамын, ең ұзақ болса 1 жыл, одан созбаңдар дейміз. Кейін визадан сұрақ болады. Қай тұрғыдан сұрақ болады. Сен не істедің 2 жыл? Мысалы, не істедің, не істеп жүрдің? Әрине, олар ойлайды, олар көп ойланбайды, олар керек емес. Оларға тоқтамайды да, жаңағы сұраныс келе береді. Сен просто алып тастайды, потоктан просто келесін қарастырады, болды. Мәселе сол. Және де енді визаны алған кезде көп балаларды көремін, жаңағы бізде барамыз ғой визаны алуға. Мысалы, мынандай да болады, қызмет енді Астанадан немесе Алматыдан емес болса, білесіз, мысалы, Польшаны айтсақ, генеральный консульство Алматыда, посольство Астанада. Енді сол мекен жаңағы қалаларда тұратын азаматтар өздері барып келеді. Бірақ мысалы басқа ел немесе басқа қаладан болса, Атыраудан келеді, Ақтөбеден келеді, жаңағы құжаттар тапсырады, содан кейін визаларын біз аламыз. Сол кезде қарайсың, қаншама адамға отказ болады, жаңағы визаға отказ, жаңағы просто дұрыс жасалмаған нәрсе. Ол жерде бір қате болмау керек та. Мәселе сол, просто қарайсың да, кезінде тоже өзім жасаймын, бірдеңе үнемдеймін деп, жаңағы ниетке де байланысты. Адамдар жаңағы оқуға бармайды. Олар да біледі ғой, жаңағы басқа нәрсемен кетіп қалатын. Сол енді қатты кетіп қалмай, жаңағы бізде визаға жаңағы отказ негізі болмаған. Айтқан 5 бала болған. Қазір есімдегі 5 бала. Оның ішінде оқуға 3-4 олардың біреу жаңағы тәжік қыз, екеуі нақты бала, бірақ оларды кішкене проблемный бала. Олар оқуға барғысы келген, бірақ олардың шын ниеттері оқу емес еді. Жұмысқа кетіп қаламыз деген, ілініп кетсек, қанша айттым, ондай болмайды. Жоқ, ағатай, көкетай, кішкене оңтүстіктің жігіттері еді. Айтпай қойын жайды. Сондай бір кішкене мәселе болған. Бірақ оларға да береді, ала алмады, ренжімеді. Бірақ біз алдын ала айтамыз. Егер виза ала алмасаңыздар, бізге негізі ақшаны толығымен 100% ешкім төлемейді. Мысалы, жаңа біз айтқан, айтқан жаңағы өзіміздің сервисіміз үшін, қызметіміз үшін алатын соманы біз 100%-ін ала салмаймыз. Бұл тұрғыдан біз максимально жаңағы клиентке қараймыз, жаңағы біздің мәселе емес, жаңағы алып, жаңағы бүкіл ақшаны басып алып отыратын мәселе емес. Біз проблема алдымен жартысын ғана төлейсің. Біз бүкіл шаруасын жасаймыз, бәрін көресің, нақтысын, университетін таңдап береміз, оқуын таңдап береміз, оқуға түсіріп береміз, бәрін жасап бергеннен кейін қана екінші бөлігін төлейді. Тағы қателеспесем, менде де оқуға түскен кезде бірінші семестрді ғана төлеп түстім ғой. Егер жалпы солай да болды, бір семестрдің төлеп, жалпы өйткені жалпы бірден ол 2 семестрдің төлеу өте қиынырақ болады. Мысалы, жарты жылдың төлеу деген ол сен түскен жылдары болған-ау. Қазір жоқ. Қазір өкінішке орай жоқ. Бір жылды бірден төлеу керек. Олар да қарап жатыр, өйткені соңғы сен түскен жылдары ол бір тыныш замандары болған. Доковидный заман сияқты ғой. Қазір ондай жоқ. Қай тұрғыдан айтып жатырмын ғой, өкінішке орай соңғы жаһан жаңағы мәселелермен байланысты Украина соғысы қатты әсер етті, миграцияға қатты әсер етті. Оларда
енді Европа түсініп жатсыз ғой, Европа қаншама миллион мигрант қабылдады. Олар әр мемлекетке ол салмақта, сол тұрғыдан оларда өз квоталары бар, басқасы бар, қанша адам қабылдай алады. Сондықтан олар қазіргі міндетті түрде бір семестр емес, міндетті түрде шарт бір жылдың оқуын ақшасын төлеуіңіз керексіз. Екінші жылдан бастап бір семестрден төлеуге болады. Екінші жыл. Бала уже үйренген біледі дейді. Иә, олар уже бірінші жыл қарайды. Бірінші жыл вообще рентген қой. МРТ-ның астында жатқандай жаңағы қарайды, қандай болды, жаңағы болды ма, болмады ма, жаңағы. Зато виза бір жылдық береді. Біз де түсіндіреміз. Былтыр бір семестровый виза берсе, сразу бір жылдық виза аласың. Жаңа қателеспесем, ол бала түскеннен кейін сол жақтың уақытша азаматтығына ВНЖ-ға тапсыруға болады, андай типа оқу универден. Ол жағын басқа. Ол жағын өзін маған түсіндіріп бермесем, оны бәрін білесің, жоқ, қай тұрғыдан әрине болады. Ол жағын болады, бұл мәселе мынандай. Егер де бала болашақта оқып жатқан кезде жаңа виза мәселесімен айналысқысы келмесе, және біраз уақыт Польшадан кетпесе, ол мәселені қолға алуға болады. Егер де жоқ, мен бәрібір Қазақстанға келем, мысалы жазда ата-анамды көргім келеді десе, без проблем. Просто мәселе мынандай да, адам кішкене алдын ала қозғалса, ертерек алдын ала бәрін жасайды. Ешқандай ана жоқ. Визаға, мысалы, сіз оқуды бітіріп жатсыз, мен айттым ғой, 3 ай алдын ала жазылуға болады. Мысалы, жазда жазылсаңыз, алдын ала 3 ай бұрын алдын ала жазылсаңыз, сізге 3 ай жаңа уақытыңыз бар. Сіз Польшада оқып жүрген кезде жазылып қойып, сосын Қазақстанға келіп тапсырып кете бересіз. Ол енді ішкі жаңағы кесте, оны ешқандай проблема жоқ. Адамдар бізде өкінішке орай қоғамдық бәрі соңғы уақытқа қалдырады. Содан кейін бізде ана час-пик дейді ғой, бәрі кептеліс. Соңғы ай жаңағы кіре алмайсың. Очередь жаңағы кептеліс, кіре алмайсың. Адамдарға түсіндіре алмайсың. Ол жерде де адамды жұмыс істейді. Оларда енді мен қанша өзім былай есептедім, қателеспеймін, енді өзім жеке есептеймін, күніне ең көп бір 60-80 адамнан көп қабылдамайды. Күніне. Енді өзіңіздерді олар қабылдайтын 4-ақ күн. Енді 4-ті 80-ге көбейтіңіз, енді ол бір аптасын, оны бір айға көбейтіңіз, ол максимальный қаншама адам қабылдай алады. Потоктың негізі күзге келіп қалады дейсіз ғой. Бәрі күзге келетіреді. Әрине мына жерде ол адам түсіну керек. Одан басқа адам жаңағы басқа да студенттер бар. Жаңа абитуриенттер бар. Жай жаңа ата-аналары бар. Жай жұмыспен баратын, сапармен баратын адамдар. Визаны басқа түрлермен алатын адамдар бар. Ол тұрғыдан әрине оны кішкене алдын ала естеу керек. Ата-ана демекші, егер бала мысалы ата-анасымен де бірге барып алады, көмектесе сол жағына виза жасап. Ешқандай проблема жоқ. Жалпы көп ондай жағдайлар, әке-шешесі бірге барады. Біздің жағдайда 10 баладан біреуі ғана барады. Басында 10 баладан 10-қысы барғысы келеді. Ақша жағынан келген кезде. Жоқ, ол әсем ақша жағынан емес, ол кішкене әрине олар түсінбейді, мәселені түсінбейді, бірақ біз баламен жұмыс істейміз, түсіндіреміз. Уақыт өтте шыны керек, көп ата-ана айтады, бәрі түсініп, бәрі дұрыс сияқты, бара берсін дейді. Басында сенбейді, әрине, жоқ, өзім орналастырамын, өзімен көремін, сондай тұрғымен. Биылдың өзінде бізде мысалы қаншама, бірақ 2 ата-ана барды. Сізде баға өзгер ме? Егер ата-анамен бірге барады болса, немесе бала жеке барады десе, жалпы баға? Жоқ, ата-анаға тегін жасап беремін. Тегін жасап бересіз. Бұл өте жақсы жағдай екен. Онда ешқандай. Бір айтқанда барып Еуропаны көріп қайтады дейсіз ғой. Иә, жоқ. Енді әрине бұл айтып жатырмын ғой, мен үшін енді әр адам бір нан сату емес қой, бизнес емес қой, ол адам тағдыры. Әрине ол ата-анасымен барғысы келсе, әрине көмектесеміз. Оны енді келесі рет ата-анасы келесі жылы барамын деп мысалы баруға болады ма, визамен көмектеседі, ол әрине ол қосымша сөйлесетін мәселе. Бірақ нақты осы баламен түсіп жатқан кезде мен сонымен бара аламын десе, әрине көмектесесің. Онда ешқандай жоқ. Жаңа айтып өттіңіз, өзі Түркия азаматтарын жіберіп жатыр, тәжік дейді. Одан басқа азаматтар да жібересіз ғой, басқа ел азаматтарын? Қанша ел? Біз өте көп Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Россия болғанда, Россия енді соңғы жылдар жібермейміз. Россия өкінішке орай саясат мәселесі Европа қабылдамайды. Европа қабылдамайды. Негізі бұрын көп азаматтарын жіберуші едік. Қырғызстан азаматтарын жібереміз, өйткені Қырғызстаннан бізде білесіз, Қырғызстан азаматтары Қазақстаннан визасын аштырады. Алматы. Біз енді мәселе мынандай да,
енді қазір жаңа серіктестерім өкінішке орай бұл елдерде жоқ. Біз бұл бизнесті ұзақ уақыт жұмыс істеп отқанымызға соншама сол елдерде кезінде бірге серіктес болған жаңағы кезінде әріптестерім, серіктестерім сосын 5-6 жылдан кейін жаңағы өздері магистратураға кетіп Европаға қалып кеткен. Содан кейін жарайды дедім, уже ол мемлекеттерде қазір қызық емес. Қазір енді кішкене заман өзгерді. Білесіз, қай тұрғыдан қазір бәрі мобильный болды, бәрі жаңағы бұрын біз эксклюзивтік бір сондай бір ұсыныстар болса, қазір ондай жоқ. Өйткені қай тұрғыдан қазір бәрі ашық, нарық ашық. Сонымен қатар бізден қаншама келген балалар өздері де мүмкін көмектесетін шығар жаңа оқуға жіберуге. Сондықтан біз енді біреуге конкурент сияқты қарамаймыз. Егер Қырғызстаннан келіп жібересіз ба десем, ешқандай проблема жоқ. Енді Қырғызстаннан көп балаларды жібердік. Тәжікстаннан кішкене проблема. Қай тұрғыдан енді тәжік бауырларымыз ренжімесін, біз оларды one way ticket дейміз жаңағы. Қай тұрғыдан бір бағытқа ғана баратын балалар, қайтпайтын балалар. Енді жағдайға байланысты ғой. Иә, енді қай тұрғыдан бәрі жақсы бала. Бәрі жақсы бала, бірақ қай тұрғыдан оларға өте қатал қарайды. Жаңағы егер Қазақстан балаларына қалай жақсы қараса, оларға өте бір қатал қарайды. Сол тұрғыдан жаңағы бір тәжіктің баласымен жұмыс істеу деген бір жаңа уақытыңыз бір Қазақстанның 3-4 баласымен жұмыс істеуге. Демек оларға баға кішкене басқаша дейсіз ғой. Кішкене қымбаттырақ болады, әрине. Бірақ моральдық тұрғыдан кішкене өзің шаршап кетесің, өйткені соңында бүкіл анасын жасағаннан кейін егерде сонда визамен бір проблема шықса, басқа болса, кішкене бала ренжиді. Содан кейін оларға қиын. Қазір соңғы жылдар істемедім, бірақ бұрын визасын Ташкенттен алдыратынбыз. Мысалы, Тәжікстаннан Ташкентке барады, Өзбекстанға барады. Өзбекстаннан алмаса, енді шыны керек, тәжіктерге біз айтамыз, визаға ренжімеңдер. Оған ешқандай анауымыз жоқ. Жалпы рахмет, сұхбатыңыз өте күшті болды. Енді жалпы өзіңіздің айтып кетер жастарға бір ойыңыз болса, немесе айтылмай қалған бір жағдай болса, жоқ айтып өтсеңіз. Сізге рахмет, алғысым шексіз. Өзім таң қалдым. Солай Польшадан келіп, негізі көргеніме, өзім саған қарап, осы жасап отқан жұмыстарым нәтижесі бекер емес екен. Сендей жастар көп болсын. Мен бұл елге сенемін, жастарға сенемін. Мен негізі қазақтың жастары өте мықты жастар. Шыны керек, бұл жастар тек қана Қазақстан емес, бүкіл мемлекет, бүкіл елдерде істейтін жастар. Мықты потенциал негізі қазақтарда. Шыны, мен қазақтар мысалы айтады ғой, қазақтар бокстан да мықты, шахматтан да мықты деймін. Қай тұрғыдан математика мәселесіне таң қалам қазақтар. Шынайы жақсы көрем. Жастарды қандай бізде асыл тұқым дейді ғой, сондай бір аналар көп та, соларды шығару керек негізі. Олар дамытпаса болашақты. Бұл жай да, ол фәни дүние, өтетін дүние. Қанша қалды? 10 жыл ма, 15 жыл, қанша жұмыс білмейміз. Соның ішінде бір жыл сайын бір сен сияқты бір 15, 20, 30, 40 баланы шығарып, осына Құдай берсе, кішкене болса да бір көмегіміз болса, ол да жақсы. Ал елімізге енді бір айтқым, аман болсын, тыныш болсын, қайда болса да. Қазақстанда да жақсы, шетелде де жақсы, әрдайым енді ең бастысы адам өз қалтасына қарап көселет демекші, жаңағы өзі соған қарап шетелге жіберсеңіздер, міндетті түрде алданып қалмаңыздар. Алаяқтар көп. Жеңіл деп ойланып қалмаңыздар. Немесе грант ала алмадық деп жаңағы баланың анасын жаппаңыздар. Негізі шетелде оқу үшін көптеген ақша да керек емес. Әрине, ата-анасы қаржылай міндетті түрде өзінің перзенті баласы болғаннан кейін міндетті түрде қолдау керек. Онсыз ол да ата-ананың бір борышы, парызы. Сол жақтан енді қолдасаңыздар, Европада да басқа мемлекеттерде қолайлы, қолжетімді университеттер, программалар бар. Сол аман болайық, тыныш, еліміз тыныш болсын, жеріміз тыныш болсын, заманымыз тыныш болсын, ең бастысы. Жалпы тағы бір айтып кететін, жалпы Еуропадан Қазақстанға сол білімді алып келу керек дейсіз, сол білімді алып Қазақстанды дамыту керек жалпы.
білім болғанда Қазақстанда да білім бар ғой, Европада білім бар ғой. Мәселе менің мәселем менталитетті кішкене. Менің мәселем қазіргі мысалы басқа көрші елдерде мәселе неге шығып тұр? Ол жақта елдер көбісі елден шықпаған адамдар ғой. бір сөзбен айтқанда ел көріп жер көру. Ел көру, жер көру, содан кейін болашақта қайда орналасасың? Адам негізі бәрі дұрыс көрсе, қайда барасың? Оны Құдай біледі да, оны ана тағдыры қалай жазылған. Ең бастысы дұрыс жерден білім ал, жақсы ел көр, басқа мәдениет көр, басқа көзің ашық болсын. Солай өзің дамысан, осы менің ойым, өзің дамып, өзіңді жақсанаса, ол мемлекетке жасаған ең жақсы үлесін осы да. Иә. Жақсы, сұхбатыңызға жалпы рахмет, өте күшті сұхбат болды. Сау тұрыңыздар енді. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.